Бүгін біз үш фазалы асинхронды қозғалтқыштың рецессивті қосылысын жалғауды үйренетін боламыз. Бұл жалғауда біз қолданатын құралдар ол пуск-стоп батырмалары, магнитті іске қосқыш және құрал-саймандар, сонымен қатар автоматты қолданатын боламыз, және де үш фазалы асинхронды қозғалтқышты қолданатын боламыз. Бұл жалғауда біздің схемамызды көрсететін болсақ, және айтқандай бұл схеманы реттесіп қайыратын болсақ, бұл жерде автоматты көріп тұрмыз. Бұл автомат үш фаза өтеді. Үш фазаның кез келген фазасына пуск-стоп батырмаларын қосуға болады. Батырмалар қосылғаннан кейін оны магнит іске қосқышқа қосып, және оны ары қарай қозғалтқышқа апарамыз. Бұл пуск-стоп батырмасы. Бұл батырмада жалғайтын болсақ, бізде бұл ашық, жабық жері және ашық жер болады. Біз бұның пуск батырмасында ашық жерін қолданатын боламыз. Ашық жері ол міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Ал стоп батырмасында жабық жерін қолданамыз. Пуск-стоп контактілері кез келген фазаға жалғанады. Бұл жерде стоп контактісі жабық фаза болып келеді, ал пуск контактісі ашық болып келеді. Ол екеуінің арасында перемешкасы болады. Перемешка орнатылғаннан кейін олар фазаға қосылады. Пуск-стоп батырмаларының сымдарын жалғап қойдық. Жаңа айтқандай перемешкасы ол міне. Ол перемешка ауысқан стоп батырмасына ауысқан кезде ол тағы бір сым шығарып, оны 13-ші немесе 14-ші батырмаға жалғаймыз. Біз асинхронды қозғалтқыштың рецессивті схемасын жалғауды аяқтадық. Енді пуск-стоп батырмасын қосып қойдық.